Адалдық адамның ең терең әрі шынайы қасиеті. Адал адам өз пайдасын емес, дұрыс жолды таңдайды және ешкімге қиянат жасамайды. Осы орайда Абай облысы Семей қаласындағы нөмір 16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушылары адалдық пен заң туралы өз пікірлерін білдірді. Шындыққа адал болу, өзіңе адал болу, заң сенен басталады. Мейірім мен көмек адамдық заң, ал заң сенен басталады. Жол ережесін сақтау, бұл өз өмірі деген жауапкершілік, заң сенен басталады. Адалдық адамдықтың ең биік тұғыры. Адал болған жүрек ешқашан жолынан жаңылмайды. Өйткені адалдық сенімнің, сыйластықтың, парасаттың негізі. Адалдықты таңдаған адам болашақты жарық етеді. Біз бірге адалдықты дәріптейміз. Біз бірге таза ниетті, рухы биік қоғам құрамыз. Адалдық адамдық белгісі. Адал болу, өзіңді құрметтеу. Біз мектеп парламенті, мектеп әкімшілік арасындағы көпірміз. Өзіміздің жауапты жұмысымыз арқылы мектеп өмірін жақсартып, болашақ көшбасшыларды тәрбиелеуге атсалысамыз. Әрбір шешіміміз оқушылардың мүддесіне сай болуын басты назарда ұстаймыз. Біздің мақсатымыз барлық оқушылардың пікірін тыңдап, олардың ұсыныстарын жүзеге асыру. Мектеп өмірінде әр оқушының рөлі маңызды екенін көрсеткіміз келеді.